Саламатсыздар, Ала телеарнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі. Студияда мен Жолдызай Еспергенова, алдымен аңдатпа. Қостанайлық мердігелер сөз байласып, қала аумағын өзара бөлісіп алды деген күдікке ілінді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департаменті қаланы тазалау, күтіп ұстау және апаттандырумен айналысатын жергілікті компанияларды тексеріп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметі жылыту маусымына дайындықты бастап кетті. Әсіресе пешпен жылынатын жеке сектор тұрғындары ерекше назарда. Өйткені мұндай өрт шығу және иіс газына улану қаупі жоғары. Толығырақ сәлден соң. Жаңа оқу жылы қарсаңында денсаулық сақтау министрлігі мектеп сөмкесін таңдауға қатысты ескерту жасады. Мамандардың сөзінше мектеп сөмкесі жеңіл, баланың бойына сәйкес келетін және арқасына ыңғайлы орналасуға тиіс. Қостанайлық мердігелер сөз байласып, қала аумағын өзара бөлісіп алды деген күдікке ілінді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департаментінің қаланы тазалау, күтіп ұстау және абаттандырумен айналысатын жергілікті компанияларды тексеріп жатыр. Антимонополиялық орган өкілдерінің пікірінше мердігелер тендер кезінде өзара байласып, мемлекетке тиімсіз жағдай туғызған. Ал мердігелердің өздері бұл айыптаулармен келіспей жергілікті департаменттің тексеру нәтижелеріне шағымданып жатыр. Толығырақ тарқатсын. Қостанайлық мердігелер сөз байласты деген күдікке ілінді. Әңгімедікі мақсат Таза жол, Конгломерат KZ және Капитал Групп Союз серіктестіктері туралы болып отыр. Бұл компаниялар Қостанай көшелерін тазалау және күтіп ұстау жұмыстарымен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі департаменттің болжамынша аталған мердігелер қаланы өзара бөлісіп алып, мемлекеттік сатып алу конкурстарына қатысу кезінде белгілі бір сызба бойынша жұмыс істейді. Антимонопольдік органның тексеру жүргізуіне прокуратурадан келген хат негіз болды. Ендігі міндет заң бұзу деректерін анықтау немесе жоққа шығару. Мы смотрели непосредственно госзакупки. Біз тікелей мемлекеттік сатып алу саласын қарадық. Қандай нақты белгілер байқалды деп сұрасаңыз, мемлекеттік сатып алуға қатысқан субъектілер байқауда жеңіске жету үшін бір-біріне бұра тартады деуге болады. Яғни бір ұйым тапсырыс берушінің бастапқы бағасын түсірмесе, екіншісі ең төменгі мөлшерде ғана баға төмендетеді. Нәтижесінде мемлекет үшін үнем тым аз болып, нарық субъектілері жеңіске жетеді. Қостанайлық мердігелер кәсіпкерлер құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесіне ұжымдық шағым түсірді. Отырысқа түрлі мемлекеттік органдардың, соның ішінде қалалық әкімдік пен салық департаментінің өкілдері қатысты. Ең алдымен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі өкілі қала аумағы өз бетінше бөлініп кетпегенін, мердігелер ұстайтын учаскелерді әкімдіктің өздері бекітетінін атап өтті. Ал кеңес төрағасы антимонополиялық органның тексеру жүргізу тәртібіне күмән келтірді. Төраға бұл тәртіп жақында ғана әкімшілік сотта бір іс мысалында өздеріне және басқа да мемлекеттік органдарға түсіндірілгенін айтты. Прежде чем регистрировать Тексеруді тіркемес бұрын тыңдаулар өткізіп, жүргізіліп жатқан тексеру туралы хабардар етулеріңіз қажет болатын. Мұндай жағдайдың туындауына істің жоғарғы сотқа дейін жеткен себеп болып отыр. Егер осы талап орындалмаса, олар қазір тек процедуралық қателіктерге сүйеніп қана тексерулеріңізге шағымдана алады. Ал департамент өкілінің айтуынша, олардың бұл мәселедегі қызметі өзге нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. В этой главе не указано, что мы обязаны. Бұл тарауда алдын ала тыңдаулар өткізуге немесе субъектілерге алдын ала ескерту жасауға міндетті екендігіміз көрсетілмеген. Өйткені картель сөзінің өзі кенеттен әрекет етуді білдіреді. Бұл субъектілердің сөз байласуы. Егер олар тексеріс болатын бір ай бұрын біліп қойса, құжаттарды жойып жіберуі мүмкін. Картельдерге қатысты тергеудің ерекшелігі де осында. Мердігелер мен олардың өкілдері өздерін қорғау мақсатында мемлекеттік сатып алу рәсімінің өз қыр-сыры бар екенін, компаниялардың тендер кезінде бәрібір тексеруден өтетінін алға тартады. Все жители, граждане Республики Казахстан. Любой может быть участником. Мемлекеттік сатып алу дегеніміз не? Бұл Қазақстан Республикасының барлық тұрғындары мен азаматтары қол жеткізе алатын портал. Оған кез келген адам қатыса алады. Сондықтан сіздердің араларыңызда сөз байласу бар деген анықтамаларыңыз бен бізге бірден картель деп таңба тағып қоюларыңыз кешіресіңдер. Бұл сөзге шынымен де ренжимін. Мысалы, біздің Таза жол атты серіктестігімен сөз байластық делік. Оған 3-ші, 4-ші, 5-ші немесе 6-ші қатысушының шықпайтынына кім кепіл береді? Антимонополиялық ведомство тергеуді жалғастыруға ниетті. Ведомство өкілдері мердігерлер аумақтық бөлімшенің әрекетіне орталық мемлекеттік органның, яғни агенттіктердің өзара келісу комиссиясында шағымдана алатынын жеткізді. Мұндай құқықты ДК мақсат Таза жол және Конгломерат KZ атты 3 компания пайдаланып үлгерді. Сонымен қатар департамент бұл мәселедегі соңғы саты емес, өйткені барлық расталған деректер сотқа жолданып, ондағы талқылаулары жалғасады.
Шетелге заңсыз шығарылған немесе қылмыстық жолмен алынған 1 триллион теңгеден астам қаражаттың 600 миллиардтан астам қазір еліміздің бары өңірінде құрылыс жұмыстарына бағытталды. Бұл 460-тан астам әлеуметтік коммуналдық және инфрақұрылымдық нысан. Мәселен, Қостанай облысының қалаларының бірінде осы қаржы есебінен оқу орнының ғимараты толықтай қайта жаңғыртылды. Арқалық қаласында шетелдік шоттардан Қазақстанға қайтарылған активтер есебінен қаржыландырылған жоба аяқталды. Заңсыз активтер есебінен Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық университет жаңа оқу корпусына ие болды. Бұған дейін қараусыз қалып, ескіріп кеткен ғимарат толықтай қайта жаңартылды. Енді мұнда 2,5 мыңға жуық студенттің сапалы білім алуына және ұстаздардың жемісті еңбек етуіне барлық заманауи жағдай жасалған. Стоимость проекта составила 1,9. Жобаның жалпы құны 1,9 миллиард теңге. Қаражат арнайы мемлекеттік қордан бөлінді. Бұл прокуратура органдарының заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару бағытындағы ауқымды жұмысының жемісі. Қалалық прокуратура жобаның жүзеге асырылу заңдылығын қатаң қадағалап, бөлінген бюджеттік қаражаттың тиімді әрі мақсатты жұмсалуына тікелей бақылау жасады. Прокурорлардың айтуынша мемлекетке қайтарылған әрбір тиын қоғам игілігіне қызмет етіп, әлеуметтік маңызы бар бастамаларға бағытталуда. Президент тапсырмасымен үкімет пен бас прокуратура бірлесіп атқарған жұмыстың нәтижесінде бүгінде елдің инфрақұрылымын дамытуға 600 миллиард теңгеден астам қаражат тартылды. Мемлекетке қайтарылған қаржы есебінен еліміздің барлық өңірінде 466 әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысан салынып жатыр. Жобалардың жалпы құны 617,7 миллиард теңге. Олардың қатарында ауруханалар, емханалар, мектептер, балабақшалар, спорт кешендері, стадиондар, сондай-ақ сумен жабдықтау жүйелері мен жол айрықтары сияқты маңызды нысандар бар. Қазіргі таңдау қадағалау органының мәліметінше елге қайтарылған активтердің жалпы көлемі 1 триллион теңгеден асты. Бұл қаражат қарапайым халықтың тұрмысын жақсартуға, өңірлердің әлеуетін арттыруға және жастардың жарқын болашағы үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға бағытталған. Құрылтай сайлауы мен жаңа оқу жылының бастауына орай Қостанай облысында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Өңірде құқық тәртібі және балаларға назар аударыңыз атты жедел профилактикалық шаралар өткізіліп жатыр. Акция аясында қоғамдық орындар жіті бақылауға алынып, жол қауіпсіздігіне баса мән берілді. Әсіресе мектеп оқушыларының қауіпсіздігіне қамтамасыз етуге ерекше назар аударылды. Қостанай облысында құқық тәртібі жедел профилактикалық шарасының алғашқы күнінде полицейлер 5 тыйым салынған затты тәркіледі. 3 жағдайда есірткі заты анықталған. Оны азаматтар жеке пайдалану үшін сақтаған. Тағы 2 адамның көлігінен пышақ табылды. Бір тәулікте өңірде 700-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. 140-тан астам азамат қоғамдық орындарда алкогольдік мас күйінде жүрген үшін жауапқа тартылды. 22 азамат ұсақ бұзақылық жасаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 47 ата-ана кәмелетке толмаған балаларының түнгі уақытта ересектердің қарауынсыз жүргені үшін жауапқа тартылды. 6 жүргізуші көлікті алкогольдік мас күйінде басқарғаны үшін ұсталды. 4 жүргізуші көлік басқару құқығына айырылғанына қарамастан қайтадан рөлге отырған. Сонымен қатар профилактикалық есепте тұрған 2000-ға жуық адам тексерілді. Құқық тәртібі жедел профилактикалық шарасы 21 тамызға дейін жалғасады. Ал ювеналды полиция қызметкерлері 15 тамыздан бері балаларға назар аударың жедел профилактикалық шарасын өткізіп жатыр. Оған полициямен қатар басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері жұмылдырылған. Негізгі мақсат балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың қатысуымен жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу. Бүгінде іс-шараға мүдделі органдардың қызметкерлерін қоса алғанда 500-ге жуық маман жұмылдырылды. Балаларға қатысты төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында 193 рейд жүргізілді. Оның 100-ден астамы балалардың терезеден құлап кетуінің алдын алуға бағытталған. Ал 74 рейд су айдындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өткізілді. Әлеуметтік жағдайы қолайсыз отбасыларға да ерекше назар аударылып отыр. 4 күн ішінде өңірде қиын жағдайға тап болған 26 бала анықталды. Қазір оларға қажетті көмек көрсетіліп жатыр. Полицияға 242 кәмелетке толмаған жеткізілді. Олардың басым бөлігі әкімшілік құқық бұзушылық жасаған. 8 бала қараусыз және панасыз жүрген үшін кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды. Іс-шара барысында 300-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 215 жағдайда кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің қарауынсыз түнгі уақытта тұрғын үйден тыс жерде жүргені тіркелді. Сонымен қатар жаңа оқу жылына дайындық аясында білім беру ұйымдарына іргелес аумақтар тексеріліп жатыр. Жол инфрақұрылымындағы анықталған кемшіліктер бойынша 60 нұсқама берілді. Полицейлер ата-аналарға балалардың қайда жүргенін және бос уақыттың бақылаудың маңыздылығын ескертеді. Әсіресе кешкі және түнгі уақытта балаларға ерекше назар аудару қажет. Үйде, көшеде және су айдындарының маңында қарапайым қауіпсіздік талаптарын сақтау да маңызды. Балаларға назар аударың жедел профилактикалық шарасы 30 тамызға дейін жалғасады.
Төтенше жағдайлар қызметі жылыту маусымына дайындықты бастап кетті. Әсіресе пешпен жылынатын жеке сектор тұрғындары ерекше назарда. Өйткені мұнда өрт шығу және иіс газынан улану қаупі жоғары. Құтқарушылар рейдтік ұйымдастырып, пештерді мен мұражаларды тексеріп, әлеуметтік осал топтарға жататын отбасылардың үйлеріне арнайы датчиктерді тегін орнатуда. Тақырыпты толығырақ әріптесім баяндасын. Қыс мезгілі жақындаған сайын жеке сектор тұрғындары пеш пен жылыту құралдарын қайта қолдана бастайды. Онымен бірге өрт қауіптілігі арттыра түседі. Осы орайда төтенше жағдайлар қызметінің мамандары жылыту маусымы басталмай тұрып, алдын алу рейдтерін ұйымдастырды. Қазіргі таңда Октябрь кентінің тұрғындарының үйлеріне иіс газын анықтайтын арнайы датчиктер орнатылуда. Бұл құрылғы қауіп төнген жағдайда дыбыстық сигнал арқылы ескертеді. Қайғылы оқиғалар мен өрт көбінесе түнде адамдар ұйықтап жатқан уақытта болады. Түнгі мезгілде ояну қиын, әрі иіс газынан уланып қалу қаупі жоғары, бірақ оны сезу өте қиын. Ал осы датчик адам өмірін аман алып қалуға септігін тигізеді. Алдын алу шаралары 15 тамыз бен 15 қыркүйек аралығында өтіп жатқан республикалық өрт қауіпсіздігі айлығы аясында жүзеге асуда. Басты назар халықтың әлеуметтік осал топтарына аударылған. Ресми дерек бойынша Лисаков қаласы мен Октябрь кентінде осында 298 отбасы есепте тұр. Көп балалы, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар, жалғызбасты зейнеткерлер, жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың үйлеріне қажетті датчиктер жергілікті атқарушы органдардың есебінен тегін орнатылуда. Сонымен қатар, қатты отынмен жылынатын үйлердің мұржаларын тазартуға көмек көрсетеміз. Тұрғындар үшін бұл алдағы суық маусымда өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз етудің амалы. Қазірдің өзінде бұнда тағы 15-ке жуық үйге осындай құрылғы орнату қажет. Міне, бүгін арнайы бригада келіп, иіс газын бірден сезетін датчик орнатып берді. Зейнеткерлерге көрсетіліп жатқан қамқорлық пен көмек үшін алғысым шексіз. Қажет болған жағдайда бұл құрылғыны кез келген тұрғын өз бетінше де сатып ала алады. Олар сатылымда бар. Ең қарапайым үлгілерінің бағасы 5-6 мың теңгеден басталады. Құтқарушылар тұрғындарға пеш пен мұржаның жағдайын қадағалап, электр сымдарын ретке келтіруді және тұрмыстық электр құралдарын пайдалануда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертеді. Тоғжан Қадырахман, Акцент телекомпаниясының көмегімен Лисаков қаласы. Қостанай облысында құрылыс маусымы қызу жүріп жатыр. Ауа райы мүмкіндік беріп тұрған шақта жолшылар да уақытты тиімді пайдаланып, күре жолдарды жөндеуге барынша күш салып жатыр. Қазір Денис ауданындағы Перелеске Крымскі бағытындағы жол жаңартылуда. Бұл жол соңғы 40 жылдан астам уақыт бойы толық көлемінде жөнделмеген екен. Толығырақ әріптесін тарқатсын. Перелески мен Крымский ауылдарын жалғайтын жолдың жаңаруы жергілікті тұрғындары үшін көптен күткен жоба. Ұзындығы 10 шақырым. Жолды жөндеу жұмыстары былтыр басталған. 2 жылға жоспарланған жобаға 730 миллион теңге бөлінген. Қазір жолшылар негізгі кезеңге кірісті. Жолдың берік негізі дайындалып, асфальт төсеуге әзірлік жүріп жатыр. Қазіргі уақытта бірқатар жұмыс атқарылды. Крымский ауылына жақын жерде 2 су өткізгіш құбыр қайта жасалды. Сонымен бірге батпақтанатын, топырағы шөгетін учаскелер жойылды. Оның ұзындығы шамамен 2 шақырым. Жөндеу жұмыстарын Рудный қаласынан келген мердігер ұйымның мамандары атқарып жатыр. Жол құрылысына қажетті техниканың бәрі жұмылдырылған. Автогрейдерлер, жол таптағыштар мен су сепкіш көліктер тәулік бойы жұмыс істеуде. Жолдың сапасы мен беріктігіне де ерекше мән берілген. Осыған байланысты жарамсыз топырақ қабаты алынып, орнына қажетті материал төселді. Ал жұмыстың әр кезеңі техникалық қадағалау мамандарының бақылауында. Негізінен барлық материал қиыршықтас. Мердігердің Варваринкада орналасқан жеке қиыршықтас өндіретін зауыты бар. Әр материал сынақтан өткізіледі. Тиісті қаттамалары мен сертификаттар бар. Жалпы материалдардың сапасына қатысты ешқандай мәселе жоқ. Жолдың жаңаруы ең алдымен осы бағытпен күн сайын қатынайтын жүргізушілер үшін жақсы жаңалық. Себебі бұған дейін бірнеше жыл бойы жолдың жағдайы тұрғындарға қиындық келтіріп келген. Мен Перелеск ауылынанмын. Перелескі Крымский жолмен жиі жүремін. 1 жыл бұрын бұл жолдың жағдайы өте нашар еді. Мамыр айынан бастап жөндеу жұмыстары басталып, жолға қиыршықтас төселіп жатыр. Қазір бұрынғыға қарағанда жағдайы әлде қайда жақсы. Алдағы уақытта жолдың одан әрі жақсаратынына сенеміз. Жол өте нашар еді, жүру мүмкін болмайтын. Қазір жөндеп жатыр. Сапалы жасалып, ұзақ жылға жетеді деп үміттенемін. Бұрын жолдың жағдайы нашар болады. Қазір жөндеу басталып, қиыршықтас төселіп жатыр. Жақын арада Крымскийға дейін жақсы асфальт төселеді деп ойлаймын. Мен Житиқарадан бұл жолмен жиі қатынаймын. Қазір жол жөндеу жұмыстарының негізгі бөлігі аяқталуға жақын. Жолшыларға енді соңғы 1,5 шақырымды бітіру қалды. Жоспар бойынша жаңартылған жол 1 қазанға дейін пайдалануға берілуі тиіс. Осылайша Перелески мен Крымский ауылдарын жалғайтын жолдың сапасы жақсарып, тұрғындардың қатынауы жеңілдейді. Қарагөз Мақатова, Акцент телеарнасының көмегімен Денисов ауданы.
Жаңа оқу жылы қарсаңында ата-аналар балаларына мектеп формасы мен оқу құралдарын алып қызу дайындық үстінде. Бұл ретте денсаулық сақтау министрлігі мектеп сөмкесін таңдауға қатысты ескерту жасады. Себебі дұрыс таңдалмаған сөмке баланың омыртқасына салмақ түсіріп, денес қалпының бұзылуына әкелуі мүмкін. Мектеп сөмкесін қалай дұрыс таңдау керектігі жайлы әріптесінің дайындаған материалына зер салайық. Жанар Әбдіқалықова 3 баланың анасы, ортаншысы Кәусар мен кенжесі Жанару мектепке барады. Балалары оқуға тас түйін дайын. Оқу жылы қарсаңында жаңа мектеп формасы мен оқу құралдарын түгелдей алып қойған. Әсіресе мектеп сөмкесінің ыңғайлы болуына мән берген. Баланың омыртқасына артық салмақ түсірмес үшін ортопедиялық сөмке таңдаған. Баланың арқасына жібі батпайтындығын қадағаладық. Одан кейін кітап салатын бөлімі, дәптерлер салатын бөлім бөлек болған. Сосын екінші аяқ киім жеке салатын сөмкесімен келді. Жанар сөмкені қыздармен бірге таңдаған. Оқуға керек жарақтың бәрі балалардың талғамымен таңдауына сай келеді. Мынау менің биылғы алатын сөмкем. Онда барлық мектепке қойылардар. Оның ішінде бар қалам, дәптер, қарындаштар. Мамандар оқуға ең қажетті құрал сөмкені таңдағанда оның түсі мен дизайнына ғана емес, ең алдымен салмағы мен балаға сәйкестігіне назар аудару керек дейді. Дұрыс таңдалмаған сөмке баланың омыртқасына зиян келтіреді. Бұл өз кезегінде дене қалпының бұзылуына әкелуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, оқулықтар мен дәптерлер салынған сөмкенің салмағы баланың дене салмағының 10%-нан аспауы керек. Мәселен, салмағы 30 келі оқушының сөмкесі 3 келіден ауыр болмағаны жөн деп отыр. Соответствовал. Санитариялық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес сөмкенің алмағы оқу жиынтығына сай болуы керек. Яғни 1-3 сынып оқушылары үшін сөмкенің салмағы 2 келіге дейін, 4-6 сыныпта 2,5 келіге дейін, ал жоғары сынып оқушыларында 4 келіге дейін болуы тиіс. Бұл сөмке мен оқу құралдарының жалпы салмағы. Мамандар ата-аналарға сөмкені баласымен бірге таңдауға кеңес береді. Сөмке оқушының бойына сай келіп, иықпауы кең әрі реттелетін болу керек. Арқаға дұрыс орналасып, белден төмен түспегені маңызды. Сөмкеге сабаққа қажетті заттарды ғана салған жөн. Артық кітап, ойыншық пен басқа да қажетсіз дүниелерді салмаған абзал. Сөмкені 2 иыққа тағып жүру керек. Сондай-ақ әр ата-ана сөмкенің ішін күн сайын тексеріп отырғаны дұрыс. Алексей Краснов, Евгений Шевченко, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы. Бүгінгі берілген жаңалықтар шығарылмай аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.